Мақтарал ауданы Мырзакент кентіндегі дене шынықтыру кешенінде 2007-2009 жылғы және 2009-2011 жылы туылған кіші жасөспірімдер арасында грек-рим күресінен Түркістан облысының чемпионаты өтті. Жарыстың ашылу салтанатына арнайы қатысқан аудан әкімінің орынбасары Ишанқұлова алтын күн туғызы және грек-рим күресінен жазғы Азиада ойындарының қола жүлдегері және халықаралық дәрежедегі спорт шебері Каришалов Марат спортшы жастарға сәттілік тілеп жарысты ашып берді. Ел чемпионатына тек Түркістан облысының алдын көтеріп қайтатын спортшыларымыз жеңіске жетсін. Түркістан облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы сондай-ақ Мақтарал ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің ұйымдастыруымен өткізілген чемпионатқа облыстан жалпы 14 команда қатысып, жалпы 400-ден астам палуандар бақ сынады. Жарыста топ жарған палуандар Қазақстан Республикасы чемпионатында Түркістан облысының намысын қорғайтын болады. Аталмыш жарыста ауданымыздың жасөспірім палуандары 2 алтын, 3 күміс және 8 қола жүлделеріне ие болды. Облыс құрамасына іріктелген жас палуандарға алдағы уақытта республика чемпионатына сәттілік тілейміз. Бағнұр Ісімбет, Бақберген Абжарил, ақпарат Мақтарал ауданынан.